Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді шайға хворос дайындаймыз. Соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарамыз. Содан соң кішкене шым-шым тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды біртіндеп салатын боламыз. Барлығын араластыра бастаймыз. Бірінші қасықпен араластырсаңыз, сонысын қолмен ысуға болады. Енді нанымызды, қамырымызды 10 минутқа демалдырамыз. Содан соң үстелімізге ұнымызды кішкене себелеп, осы қамырымызды оқтаумен ыса бастаймыз. Өте жұқа қылып ысамыз. Міне достар, біздің қамырымыз осылай болып ысылды. Енді оны кесетін боламыз. 4 бұрыштап, кішкентай немесе үлкен бөліктерге бөлуге болады. Енді қызған майға осы қамырымызды туралған жақсылап барлығын қорап аламыз. Бұл қамыр өте жұқа болғаннан соң өте тез піседі. Қызартып алғаннан соң бірден тісімізге салып аламыз. Міне достар, барлығын пісіріп алды, қуырып, енді үстіне мак себетін боламыз. Сеппесеңіздер де болады. Үстіне сгущенкамызды құямыз, және жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Жақсы сіну керек. Міне біздің хворосымыз, чак-чагымыз дайын болды. Шайға өте керемет, дәмді. Соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма жазылып, пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар, ас болсын.